Ассаламағалейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан тұңғыш рет Астана төрінде ұйымдастырылған әлем чемпионатының іріктеу кезеңдері және бүгінгі ойында біз сіздердің назарларыңызға Қырғыз Республикасының құрама көкпар командасы мен Түркия Республикасының құрама көкпар командаларының арасындағы бәсекені ұсынамыз. Астана қаласында 22 градус күн жылы, елорданың төріндегі Қазанат атшабарындағы ойында екі команданың жігіттері тартысты бәсекені көрсете алады деген сеніміміз мол. Десек те екі команданың жалпы әлеуеттері бір-біріне тең деп айту қиын. Осы ойынға әділ төрелік жасайтын төрешілер сіздердің назарларыңызда. Ортадағы төреші халықаралық дәрежедегі төреші Нұрдәулет Момынов, қапталда Арыскелді Байтасов, Бейбіт Салмаев және Нұрлан Додай. Баршасы да қазақстандық төрешілер. Және ортадағы төреші туралы, қапталдағы төрешілер туралы әңгімемізді сәл кейінірек жалғастырамыз. Ал дәл қазір екі команданың құрамымен таныстыра кетейік. Әуелі Түркия мемлекетінің құрама көкпар командасы міне сіздердің алдарыңызда тұр. Бірінші нөмірде Алпаслан Жайлан, екінші нөмір Ватан Ташбек, үшінші нөмір Ондер Хурсан, төртінші нөмір Улубатлы Бурку, бесінші нөмірде Тимур Мустафа, алтыда Жемал Динчер, жетіде Ридван Уфук, сегізде Жемел Бакуз, тоғызда Селихеддин Туфан, онда Угузхан Учар, 11-де Алпарслан Кутлу, 12-де Низахат Жайлан. Ал команданың жаттықтырушысы Ватан Ташбек екенін айта кетейік. Қырғызстан көкпар командасының тізімі сіздердің алдарыңызда тұр. Бірінші нөмірде Оразбай Жолдошбек Жоки деп қояды. Екінші нөмірде Тыныштық Қабылбеков, үшінші нөмірде Кубаныш Султанұлы, төртінші нөмірде Замир Таштемир, бесінші нөмірде Имсамбек Акбар, алтыншы нөмірде Батырбекұлы Аскат, жетінші нөмірде Ичиев Карпек, сегізінші нөмірде Нұрманбет Қойчукеев, тоғызда Урмат Раушанұлы, онда Нұржан Меліспекұлы, 11-де Рустам Тыналиев, 12-де Сейтбек Анарбекұлы. Ал команданың жаттықтырушысы Ислам Тазабеков, команданың жетекшісі Талас Бегалиев екен айта кетейік. Қырғызстан құрамасының жігіттері 12-ші нөмірдегі Сейтбек Анарбекұлы міне серкені тақымға басып мәреге келді және бұл алғашқы минуттардың ішіндегі салым болуға тиісті. Салым. Қырғызстан құрамасы осылайша ойын басталмай-ақ дегеннен алғашқы есепті ашып үлгерді. Сейтбек Анарбекұлы бұл есепті ашқан. Қырғызстан құрамасының өте жас шабандоздарының бірнеше жылдан бері құраманың сапында өнер көрсететін спортшы екенін айта кеткеніміз жөн, қадірлі жанкүйер. Қайталап көрінісінде байқасаңыз, шебер ойыншы екені байқалып ақ тұр. Аттың тізгінін қалай тарту керек, қай жерде қамшыны басу керек, қарсыластан қалай айласын асыру керек, бұл сұрақтардың баршасының жауабын білетін ойыншы екені көрініп тұрғанын байқадық. Сонымен бірінші салымда ойынның бірінші минутында алғашқы секундтарда 27-ші секундта салған Сейтбек Анарбекұлы болды. Сонымен тағы да 10-ші нөмірдегі Нұржан Меліспекұлы серкені тақымға басып сол тақымынан ажыратпай тағы да келіп мәреге тастаған сәтін көрдік және бұл да салым. Ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов бұл шабуылдың салым екенін айғақтады. Сонымен Нұржан Меліспекұлы сіздердің назарларыңызда 10-ші нөмірдегі Қырғыз құрамасының ойыншысы. Қандай тамаша шабуылдарды ұйымдастырып жатқан көріп отырмыз. Сөз басында айтқан екі команданың әлеуетінің тең емес деп едік, соның айғағында көрсетіп тұрған секілді. Серкен жерден көтерген бойы қырғызстандық жігіттер мәренің қақ ортасына кеп тастап кетіп жатқанын байқап отырмыз. Және аттарды да өте ұшқыр екені көрінеді. Қырғызстан құрамасының жанкүйерлері де дәл қазір сіздердің назарларыңызда. Қырғыз елінде айырғалпақты ағайындар жалпы көкпарды көкбүр деп атайтынын да өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан бұл жақтағы көкбөрі федерациясы өте қарқынды жұмыс істейді. Қырғызстандағы нөмір 1-ші спорт осы көкпар десек артық айтпаймыз. Және бүгінгі таңдағы біздің Қазақстан құрамасының ең басты қарсыластары да осы қырғыз жігіттері екені айдан анық. Түркиядан келген көкпаршылар қазір төрешінің ысқырығынсыз-ақ бірінші болып
серкеге жетуге асығып тұрғандай, бірақ қырғыз құрамасының жігіттерінің қандай тактикада өнер көрсетіп жатқанын көріп отырсыздар. Бірінші жауып тастайды қарсыластарын, одан кейін барып серкеге ұмтылып жатқан жайлар бар. Міне, Түркияның жігіттері серкені бірінші болып тақымға басуға тырысып жатыр. Огузхан Учар серкені жерден іліп алуға тырысқанымен бұл әрекетінен ештеңе де шықпай қойды. Енді мұндай қателікті көзілестірмейтін жылдамдықпен жібермейтін қырғыз құрамасының жігіттері серкені жерден көтеруге тырысқанымен ат тұяғының астында жаншылып қалған серкені алып кетуге қолдың күші жетпей жатқан сыңайлы. Бірақ бұл олқылықтың да орнын толтырды. Қырғызстан құрамасының жігіттері Карпек Ечиев қазір серкені тақымдап алып келді да, қараңыздар қандай екпінмен тастады. Алыстан кеп тастап кетті серкені. Дәл мәренің қақ ортасына келіп түсе қалды. Карпек Ечиев бұл салымның авторы, қадірлі телекөрермен. Уақыт оздырмай, әрбір минут өткен сайын қырғыз құрамасының жігіттері серкені жерден көтеріп мәренің қақ ортасына тастап кетіп жатыр. Жалпы әлімсақтан бұл Қырғызстан жерінде көкпардың өрбейтінін өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл өңірде жалпы көкпар бәсекесі нөмір 1 спорт екенінде осыдан ақ белгілі болып тұрған секілді. Атқа, адамға өте көп мән береді, және біздің еліміздегідей жаппай көкпарларда, той көкпарларда Қырғызстан жерінде өте жиі өтіп тұратыны белгілі. Сондай-ақ бұл Қырғызстанда қазір таңда 3 жарыс бар: президент кубогы, ел чемпионаты және жеңіс күніне арналған республикалық турнир. Ешқашан уақыттары да өзгермейді. Әрдайым өтіп тұратын осы 3 турнирдің нәтижесінде мықты болған жігіттер ұлттық құраманың сапына шығатыны белгілі жағдай. Және осының нәтижесінде іріктеліп алынған жігіттер дәл қазір Астана төрінде байрақты бәсекеде тұңғыш рет елімізде ұйымдастырылған әлем чемпионатында бақ сынап жатқан жайлар бар. Ал сіздердің назарларыңызда осы Қырғызстан еліндегі абыройы асқақ қазақ елінің жігіттерінің бірі Нұрдәулет Момынов тұр, ортадағы төреші қызметін атқаруда. Нұрдәулет Момынов жалпы өзі атақты көкпаршы, еліміздегі нөмір 1 көкпаршы десек те артық айтпаймыз. Өйтетін себебіміз де бар. Өйткені ең алғаш Қазақстан чемпионаты 2001 жылы ұйымдастырылса, сол чемпионаттың алғашқы чемпиондары осы Нұрдәулет Момынов. Және дәл қазір алаң төрінде өнер көрсетіп жатқан Қырғызстан құрамасында ең алғаш жеңгендердің бірі осы Нұрдәулет Момынов, қадірлі телекөрермен. Қазір Урмат Раушанұлы Ахиллеспен жекпе-жекке жығып серкені тақымға басып алып келді. Бұл салым болуға тиісті. Егер тастаса, салым. Ойынның 6 минутында Урмат Раушанұлы есепте еселеп кетті. Өте тамаша нәтиже. Сонымен Нұрдәулет Момынов туралы сөзімізді әрі қарай жалғайтын болсақ, тек Азия чемпионы, ел чемпиондығымен қатар елімізде өтетін Ақбидай ауыл ойындары болсын, басқа да ұлттық спорттың фестивальдары болсын, баршасында да топ жарып жүрген азаматтардың бірі һәм бірегейі, қадірлі телекөрермен. Сондай-ақ Қазақстан Республикасын 9 рет жеңген көкпаршылардың бірі. Мұндай бақыт көп спортшыға бұйыра бермеген. КСРОны 9 рет жеңген Әбілхан Дауылбаев сияқты атақты көкпаршылардың ізін басып келе жатқан азаматтың бірі. Бүгінде өзі де шәкірт тәрбиелеп, Ишан, Құрманбай, Илдус Асыл, Құрманбек Тұрғанбек сында қаншама талантты жігіттердің бағын ашқан балуан ретінде тарихта қалғаны белгілі. Амандық болса, алдағы уақытта, алдағы күндері Казспорт телеарнасының эфирінен осы Нұрдәулет Момынов туралы нөмір 1 атты деректі фильм жарыққа шықпақ. Казспорт телеарнасының төл өнімі, сондықтан сол деректі фильмді де көруге шақырамыз барша көрермендерді. Сонымен бәсекеге қайта оралатын болсақ, қазір Түркияның жігіттері серкені тақымға басып мәреге жақындады, және бұл салым өте тамаша. Тимур Мустафа, қадірлі телекөрермен, 5 нөмірдегі Түркия құрамасының ойыншысы, ойынның 8 минутында есептің көрсеткішін осылайша қысқартқысы келді. Есеп 4-1. Қырғыз құрамасы әрине алда. Қырғызстанның жігіттері де бұл жерде серкені ары қарай алып кетуге тырысқанымен сираққа жақсылап жабыса алмағанын көрдік. Нәтижесінде өз мәресіне әкеп
бір салымды тастады Түркияның жігіттері. Әрине, Қырғызстан сияқты алпауыт құрамамен ойын өрнегін көрсетуде бұл жігіттерге оңайға соқпасы белгілі, десек те тәжірибе алмасуға толықтай мүмкіндіктері бар. Ойын әрине өте тартысты деп айту қиын. 9-шы минуты өтуде. Әзірге Қырғыз құрамасының жігіттері өте басым екені көрініп тұр. Міне, түркиялық жігіттер Серкені жерден көтерді. Бұл 13 нөмірдегі Учар Огузхан. Осы чемпионат барысында Учар Огузханның әзірге 2 салымы бар өзінің қоржынында. Бұл 3-ші салымын тіркеуге толықтай мүмкіндік. Мінекей қараңыздар, атты қалай ойнатып шабады. Шебер ойыншы екені де көрініп тұр. Түркияның құрамасында да осал ойыншылар емес барлығы. Тамаша Учар Огузхан. Қырғыз құрамасының жігіттерінің арасынан қақпайлағаныңына қарамай өтіп барып салым салды. Ойынның 10-шы минутында жарайсың. Учар Огузхан осылайша есеп көрсеткішін 4-2-ге қысқартып кетті. Қараңыздар, аттың тізгінін қалай бұрады, қалай тартады. Аты да астындағы ұшқыр екені көрініп тұр. Дегеннен Серкені тақымға басып алды да осы шабуылды нәтижемен аяқтады. Учар Огузхан осы Түркия құрамасының сапындағы ең бір беделді, белсенді ойыншылардың бірі десек артық айтпаймыз қадірлі телегөрмен. Өйткені барша ойындарында осы Учар Огузхан көп салымды салып жүр. Және осы іріктеу кезеңдерінің барысындағы 12-ші ойын екенін айта кетейік қадірлі телегөрмен. Жалпы Астанада өткен әлем чемпионатына 12 команда тапсырыс берген, 12 мемлекеттен, бірақ Әзербайжан құрамасы өкінішке қарай Астанаға жете алған жоқ. Қазір 11 команданың арасындағы әлем чемпионаты өтіп жатыр. Сонымен осы салымды сөзге тиек бұл 8-ші нөмірдегі Қойчукеев Нұрманбет қадірлі телегөрмен ойынның 11-ші минутында есепте еселеп 5 салымға алғыздырды командасын. Нұрманбет Қойчукеевтің шеберлігін көрдіңіздер. Жалпы 11 команда әлем чемпионатына қатысып жатыр деп айтқан кезде көп адамдардың көкейінде айдағаның 5 ешкі ысқырығын жер жырады деген секілді пікір қалыптасуы мүмкін, бірақ бұған да біз жауап беріп өтейік. Жалпы көкпар командалық ойын, және командалық ойын болғанда да 10 адам болмаса 5 адам емес, бір командада білдей 12 адам болады, және бір команданы жасақтап келетін атқараушылары бар, жаттықтырушылары бар, жетекшілері бар дегендей. Осының баршасын алып қосқанда шамамен 20 адамға жуықтақ болады бір команданың сапындағы қызмет көрсететін жандар. Сондықтан да кем дегенде 250-300 адам дәл осы әлем чемпионатының төрінде 12-11 мемлекеттен жиналды десек артық айтпаймыз. Және мұндай қатысушылармен өткен жарыс ірі жарыстардың санатына қосылады. Және құрметті көрермен, бір нәрсені ескеру керек: әлем чемпионаты тұңғыш рет ұйымдастырылды. Және бұл тұңғыш рет ұйымдастырылып тарихта қалатын мемлекет ол жалғыз, және ол біз, Қазақстан Республикасы. Ойынның 12-ші минуты өріп жатыр. Есеп 5-2, Қырғызстан құрамасы алда. Қырғыз құрамасының жігіттері 6-ші нөмірдегі Асқат Батырбекұлының тағы бір шабуылына куә болып отырмыз. Әттеген Серке мәренің нақ ортасына жетпей қалды. Нәтижесінде ортада жалпы талас болады. Мұндай кезде, яғни Серке мәре сызығының жиегіне тиіп жатқан кезде, онда ойын міндетті түрде тоқталады. Егер тимейтіндей жағдайда арақашықтықта алыста жататын болса Серке, онда ойын әрі қарай жалғаса береді. Ал мұндай жағдайда қазір Серкені ортадағы шеңберге тастайды да жалпы командалық талас болады. Яғни кіші шеңберде жатқан секілді бір ерекшелік шауып келмейді, бірақ барлық команданың жігіттері атсалысады. Ортадағы тек 2 адамның қатысуындағы жекпе-жек емес, қадірлі телегөрмен. Сонымен қазір Жоки Оразбаевтың атын тізгіндеген Рустам Тыналиев Серкені тақымға басып алды. Рустам Тыналиевтің қалай өтіп келе жатқанын көрдіңіздер ғой, жалғыз өзінің. Бірақ Серкеге сенім артпағандай мәренің ортасына тастамай кетті. Жалғыз өзі шықса да атының жылдамдығын көріп, басының қайымдығын тексеріп, финалға
күштерін сақтап жүрген секілді. Осындай әлсіз командалармен шыққан кезде Қырғыз құрамасының жігіттері соңғы жауапты ойындарға дейтін өздерінің шеберліктерін шыңдайды. Соңғы жаттығуларының бірін өткізеді. Ол Бесенеден белгілі жағдай. Қазір ешқайсысы да салымды салмай, бір-біріне серкені ұзатып тастап, аттарының жылдамдықтарын тексеріп жүрген секілді. Шаршы алаңның ішінде, яғни көкпар алаңының ішінде. Қазір міне 6-шы нөмірдегі Асқат Батырбекұлы серкені өз тақымына басып алып, ар шауып, бер шауып жүрді. Қазір командалық әріптесіне ұзатып жіберуге дайын тұр. Айтып ауыз жиғанша Урмат, жоқ, Нұржан Меліспекұлы серкені тақымдап алды. Нұржан Меліспекұлы ойынның 15-ші минутында бұл шабуылды салыммен аяқтар ма екен? Қазір мәре сызығының жегінен өтіп кетті. Аттарының басының қайым екенін қалай көріп тұрсыздар. Қайта айналып соққан сеңдей мәреге жақындай түсуге бел байлаған секілді Нұржан Меліспекұлы. Бұл салым болуға тиісті. Тамаша салым. Төреші бұл нәтижені, бұл шабуылдың нәтижесін салыммен қорытындылап отыр. Нұржан Меліспекұлы ойынның 15-ші минутында өзінің қоржынына 2-ші салымын алып келді, ал командасына 6-ші салымды алып келіп отыр. Нұржан Меліспекұлы ойынның 2-ші минутында есепті 2-0-ге жеткізген жігіт еді. Енді 15-ші минутында 6-0-ге, яғни 6-2-ге кешіріңіздер, 6-2-ге жеткізіп отыр. Түркия құрамасының жігіттерінің меселі қайтпасын деді ме, қырғыз жігіттері 2 салым салуға мүмкіндік берді. Қорғаныста қатты өнер көрсеткен жоқ. Нақты мәренің ортасына түскен бұл серке Қырғызстан құрамасының 6-шы салымын жазып отыр. Шеңберде жатқан серкеге ойынның 16-шы минуты тақаған тұста қайтадан Қырғыз құрамасы мен Түркия құрамасының жігіттері шаба жөнелді. Айтып ауыз жиғанша шеңбердегі серкені тақымға басып алып кеп, Анарбекұлы Сейітбек тағы бір шабуылды ұйымдастырып тастаған. Бірақ серке мәре сызығының жиегінде қалып қойғанын көрдік. Енді ортада жалпы командалық тартыс болуға тиісті. Одан да Анарбек Сейітбекұлы қайтадан серкені өз тақымына басып алып шыққанын көрдік. Сауырға қамшыны басып барады. Мәренің тура ортасына келді, және бұл салам, қадірлі телекөрермен. Есеп 7-2. Бұл салымның авторы Анарбек ұлы Сейітбек. Сейітбек Анарбекұлы, қадірлі телекөрермен, айта кетейік, бүгінгі ойынның алғашқы есебін ашқан ойынша. Ойынның 1-ші минутында. Тыныштық Қабылбеков қазір тағы бір салым салып отыр. Тамаша салым. Сөз жоқ расменде. Ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов күреңді мініп серкені шеңберге тастасын деп күтіп тұр. Ортадағы төрешінің ысқырығы шалына салысымен жігіттер шеңберде жатқан серкеге ұмтылатын болады.
Әлде болса, Серкені ары лақтырып, бері лақтырып, Қырғыз құрамасының жігіттері қызық көріп жүрген секілді. Таштемир Замирұлы Серкені өз тақымына басты. Қазір көп ұзамай бұлды тастап кететін сыңайлы екен қалай өзі. Бәсекенің аяқталуына, яғни бірінші кезеңнің аяқталуына, кешірім сұраймыз, небәрі 1 минуттан сәл ғана көп уақыт қалды. Түркияның жігіттері тіпті таласпайды да, Серкеге жақындап жатқан жайлары өте аз. Қараңшы, қалай бұрат аттың тізгінін, қалай қашат қарсыласынан, бір орында қалай қозғалтады. Қарсыласын осылайша қабыда қалдырып кетті, атымен әлек болып тұрған кезде Замир ұлы Таштемир шыргөбірек айналдырып кеткенін көрдік. Соңғы 1 минутты да осылай өткізетін сыңайы бар. Әрбір алған серкесін жерден көтеріп салымға ұластыруға мүмкіндігі бар Қырғыз құрамасының жігіттерінің. Қойшыкеев Нұрманбетке ұластырып берді серкені. Нұрманбет ойынның 11-ші минутында бір салым салған еді. Бастапқы ойындар болғандықтан күштерін сарқып алмаса керекті. Қырғыз құрамасының жігіттері басты қарсыластары Қазақстан ғой, сондықтан біздің құраманың ұландарына қарсы өнер көрсетуге барын салат. Осы себепті де қазір барынша дайындық жасап жүрген сыңайлы. Шабуылдар тіпті нәтижесіз. Бірінші кезеңнің уақыты аяқталды, төрешінің де ысқырығы естілді. Серкені кіші шеңберге тастайды, жігіттері үзіліске кетеді. Ал осы үзілістің барысында сіздер бірінші кезеңдегі ең тамаша сәттерді көре аласыздар. Есеп 7-2 Қырғызстан құрамасы алды. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса айта кетейік, бұл көкпардан тұңғыш рет елімізде ұйымдастырылған әлем чемпионаты және осы чемпионаттың барысындағы іріктеу кезеңдерінің 12-ші ойын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Қырғызстан құрамасы мен Түркия құрамасының жігіттері өзара бақталастырып жатыр. Әрине, бабы келісіп тұрған команда көрініп-ақ тұр. 7-2 есебімен Қырғызстан құрамасы алда келеді. Тағы да бір шабуылды ұйымдастыруға мүдделі. Таштемир Замирұлы серкені тақымға басып алған. Бұл салым болуға тиісті. Салым. Ойынның 21-ші минутында, яғни екінші кезеңнің алғашқы минутында Таштемир Замирұлы Қырғызстан құрамасына тағы бір салымды алып келді. Есеп 8-2.
Сонымен Кішіңбірде жатқан Серкені қазір Түркия құрамасының жігіттері тақымға басты. Бұл Учар Огузхан 10 минутта ойынның салым салған шебер көкпаршылардың бірі еді, тағы да жеке дара шығып кетті. Бұл салым болуға тиісті. Иә, тамаша салым. Ойынның 22 минутында Учар Огузхан есеп көрсеткішін 3 салымға болсын қысқартып кетті. Бірақ мұнан өзгеретін ештеңе жоқ. Тек Қырғыз құрамасының жігіттері түркиялықтарға сәлде болсын мейірін танытып жатқандығы көрінеді, ардақты ағайын. Қайталап көріністен байқасаңыз, жеке дара шығып кетуінің бірден бір себебі Қырғыз құрамасының жігіттері артынан ілесіп шапқан жоқ, тізгін тартып ұстап қалды. Осылайша Учар Огузхан тамаша бір салымға қол жеткізді. Тағы да Түркияның жігіттері Серкені тақымға басып алған. Бірақ қолында тұрған Серкеден айырыла қоймайтын шығар деген үміт бар. Алайда уысынан шығарып алды. Қырғыз құрамасының жігіттері де тура көкпар алаңының жегіне дейін алып келді де, тура жекке жеткен кезде жібере салды. Олай жіберетін қайдан білсін, түрк балуаны қолынан уысынан шығарып алғанын көрдік. 4-ші нөмірдегі Таштемир Замирұлы қайтадан Серкені өз тақымына басып алды. Командалық әріптесіне ұзатып жіберген сәті бір-бірінен оза шауып алып кетіп жатқан жігіттерді көріп отырсыздар. Кубаныш Султанұлы Серкені тақымға басқан. Қуаныш қазір командалық әріптесіне қайтадан ұзатып жіберді. Рустам Тыналиев ұлттық құраманың сапында бірнеше жылдан бері өнер көрсететін әккі палуан. Рустам Тыналиевтің тарапынан тағы бір салым. Тиісінше есепте еселеніп жатыр. 9-да 3 болды. Командасын 9-да 3 есебімен алғыздырған Рустам Тыналиев болды. Ойынның 25-ші минутында. Әрине, Қырғыз құрамасының жігіттері құдды бір шеберлік сағатын өткізіп жүрген секілді. Түркиялықтарға қарсы десек те арасында болсын өзекті ойын өрнегін көрсетіп қоюға тиісті енді. Қырғыз құрамасының жігіттері де. Шаршады деп айтуға ауыз бармайды. Өйткені Түркияның жігіттері аса бір қатты қарқынды шауып жүрген жоқ. Таласқанға таста жоқ деген қағидан ұстанып жүрген секілді ме қалай өз. Бұл 6-ші нөмірдегі Қырғыз құрамасының палуаны болатын. Асқат Батырбекұлы жеке дара шауып келіп, бұл салымда сала алмағанына ұялғаннан күліп тұрған сияқты, сасқан үйректің кейпін кейіп. Тамаша салым жасауға мүмкіндік жалғыз өзі келген. Осындай әдіс айлыларды ақырындап жүзеге асырып жүргені көрінеді. Бірақ не шара? Салымды бола алмай қалды. Түркия құрамасының тағы бір шабуылы. Қырғыз құрамасының жігіттері бұл жола
мүмкіндік берер ме екен? Жоқ, серкеге жармасыпты, тартып алуға тырысып тұр ғой деймін. Иә, серкені тартып алды. Бұл 6-шы нөмірдегі Асқат Батырбекұлы болатын. Асқат серкені тартып алды да өзі бір салым салуға тырысқысы келген, алайда ойын алаңның сыртына шығып кеткенін көрдік. Енді нәтижесінде ортада жекпе-жек сайысы болады. Әдеттегідей жекпе-жекке қос команданың шыққан жігіттерін көріп отырсыздар. Бірі Таштемир Замирбекұлы, Қырғызстан құрамасының сапынан, екіншісі әрине Учар Огузхан, Түркия құрамасындағы бетке ұстар ойыншы десек те артық айтпаймыз. Қазір 5-ші нөмірдегі Акбар Имсамбеков серкені өз тақымына басып алып жүр. Акбар Имсамбеков бұл шабуылды салыммен аяқтар ма екен, әлде командалық әріптесіне ұзатып жүре ме? Иә, алдына тастап кетті, әдейі тастап кеткенде көрініп тұр. Нәтижесінде Таштемир Замирбекұлы бұл шабуылды салыммен қорытындылап отыр. Есеп 10-3. Қараңызшы, алдына құдды бір әдейі тастап кеткен сыңайлы. Бірақ кім білсін? Уысынан шығарып алуы да мүмкін. Олар ене өзіне ғана аян. Ырыскелді Байтасов қапталдағы төреші, міне сіздердің назарларыңызда. Командалардың дайын болғаннан белгі берді. Нәтижесінде Нұрдәулет Момыновтың ысқырығы шалынды да жігіттер қос команданың тарапынан кіші шеңберге қарай ұмтылды. Учар Огузханға тағы да серке түсіп қалды. Учар Огузхан бұл шабуылды салыммен аяқталар ма екен? Аят деген ай, серкенің доп сияқты мәреден алшақтау кеткенін көрдік. Қырғыз құрамасының жігіттері еңкейіп серкені жерден көтерді. Тағы да Учар Огузханның тақымына түсуге бейім боп тұр осы серке. Аят деген ай, бұл жолда шеберлігі жетпей қалғанын көрдік. Сүйреп серкені шығарды да қалың доданың арасынан 7-ші нөмірдегі Қырғыз құрамасының ойыншысы Қарпек Ичиев тақымға басып алды. Қарпек Ичиев өзі жалғастырғысы келмейтін сияқты, себебі атының тізгінін ары беріп, бері бұрып жүр. Міне, Жоки Оразбаевқа, яғни Жолдашбек Оразбаевқа, Қырғыз құрамасының әккі ойыншыларының бірі серкені ұзатып берді. Мәреге жақындап келе жатқан сәтіне де куә болып отырмыз. Әзірге аса бір қатты асығыстық танытып жатқан жоқ. Жалпы Қырғыз құрамасының аттары да өте жылдам екенін ескерсек, онда күтпеген жерден салымдардың болуы да мүмкін. Иә, бұл салым айтып ауыз жиғанша ойынның 11-ші салымын, яғни өз құрамасының 11-ші салымын салды. Ойынның 31-ші минутында Жоки Оразбаев.
Сонымен есеп 11-3 Қырғыз құрамасының жігіттері алда. Ойынның екінші кезеңі тым сүрлеусіз өріп жатқан сыңайлы. Әрине тартыс жоқ, талас жоқ. Тағы да Қырғыз құрамасының жігіттері Серкен жерден көтеріп тастап кеткенін көрдік. Учар Оғызханға енді ғана тақымына Серке тиеме деген ниет бар еді, бірақ оның өзі ойын алаңның сыртына шығып кетті. Енді ортада жекпе-жек сайысы болады. Ол әрине бесенеден белгілі. Нұрдәулет Момыновтың ысқырығы естілді. Замирбекұлы Таштемир мен Учар Оғызханның арасындағы жекпе-жек. Таштемир Замирбекұлы Серкені өз тақымына басып алды. Астындағы Ахиллеспен тағы бір шабуылды ұйымдастырған сәтін көріп отырмыз. Бұл салым болуға тиісті. Серкені ақырын тастап кетті. Есеп 12-3. Ойынның 34-ші минутында Замирбекұлы Таштемир тағы бір салымға қол жеткізіп отыр. Тек Қырғыз құрамасының жігіттерін таныстырумен өтті. Бұл ойын расымен де бәсекенің аяқталуына әлі 5 минуттай уақыт бар. Түркия құрамасының жігіттері айызын қандырып бұл бәсекеде ойын өрнегін көрсете алған жоқ. Ешқайсы да асығар емес. Бірі жеңетінін, екіншісі жеңілетінін әлімсақтан біліп тұрған секілді. Тек аттарының жылдамдығын тексеріп жүр енді Қырғыз құрамасының жігіттері расымен де. Өздерінің ілгіштігін, аттарының жылдамдығын бір ала алмағанмен екіншісі жұлып кетеді Серкені. Рустам Тыналиев қазір Серкені тақымға басып алды. Кәдімгідей қашып бара жатқан көріп отырсыз. Қалай желді есіп өте шығады. Аттарының жылдамдығында сөз жоқ енді. Бұл салым емес, қадірлі телекөрермен. Серке мәре сызығының тура жиегінде қалды. Осындай жылдамдықпен келіп Серкені тастап кеткен кезде бір әдемі салымның куәсі болушы еді, алайда мәре сызығының жиегінде жатты. Міне Серкені қалай жерден көтергенін көрдіңіздер. Ентелеп атта ауыздығымен алысып шауып барады. Кең тыныстайтын жануар ешкімге жеткізбей кеткенде көрдіңіз. Міне осы жерде кішкене ертерек тастағанда бәлкім бұл шабуылда нәтижелі аяқталар ма еді, кім білсін. Ортада енді жалпы командалық тартыс болады. Соның ішінен жігіттер Серкені жұлып алып шығуға тиісті. Ауғанстан құрамасының жанкүйерлерін көрдік. Бұл Сұлтанұлы Кубаныш, қадірлі телекөрермен, Серкені тақымына қысып шабуылға шыққан сәтіне куә болып отырмыз. Ойынның 37-ші минутыда өз мәресіне жетті.
Қалған 2 минут қана уақыт қалды. Сұлтанұлы Кубаныш қаншама түрік жігіттерін жанына жинап шабуылға шыққанын көрдік, және бұл салым болар ма екен? Тура мәре сызығының үстінде тұр мәренің. Ар айналып, бер айналып Сұлтанұлы Кубаныш тағы бір шеберлік сағатын көрсеткендей болды. Сонымен бәсекенің аяқталуына да санаулы минуттар қалғанын көріп отырмыз. Нұрдәулет Момыновтың ысқырығы осы ойындағы соңғы ысқырығы шалынуы да мүмкін. 13-3 есеп көрсеткіші. Осылайша Қырғыз құрамасы Түркия құрамасын ойсыратып жеңгенін көріп отырмыз. Ойнап жүріп салған 13 салым тіркелді. Ал енді Түркия құрамасының сапынан Учар Оғузханның еңбегі елеулі екенін айта кеткеніміз жөн. Серке әлі кіші шеңберге жеткен жоқ. Міне төрешінің ысқырығы естілді. Тағы да Қырғыз құрамасының жігіттері серкен жерден көтерген. Бұл 9-шы нөмірдегі Урмат Раушанұлы. Бұл жолы Ахиллесті емес, Таштемир Замир Бегұлының атын мініп шыққан екен. Кездесудің аяқталуының соңғы минуты өтуде. Екінші нөмірдегі әріптесі Тыныштық Қабылбекұлына серкені асырып кетті. Соңғы жарты минуттың ішінде әрине серкені мәреге тастауға талпынбайтынына белгілі Қырғыз құрамасының жігіттері, бірақ сонда да Тыныштық бір салымда салып кеткісі келген сыңайлы. Жоқ, төрешінің шешім бойынша бұл салым саналмайтын секілді. Өйткені серке мәре сызығының жиегіне тиіп жатқанын көрдік. Енді ортада жалпы командалық сайыс болуға тиісті, бірақ төрешінің ысқырығы естілді. Демек, екі команданың кездесуіне берілген уақытта өз мәресіне жеткен сыңайлы, қадірлі телегөрермен. Осылайша Қырғызстан Республикасының құрама көкпар командасы Түркия Республикасының жігіттерін 13-3 есебімен жеңді. Бұл көкпардан тұңғыш рет ұйымдастырылған әлем чемпионатының аясындағы іріктеу кезеңдерінің ойыны болатын. Жалпы бәсекедегі ең тартысты сәттерді режиссерлар сіздердің назарларыңызға ұсынады. Қабыл алыңыздар.